Саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және студенттер, білім алушылар. Бүгінгі біздің 15-ші тақырыбымыз жалпы мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні мен қабылдауды зерттеу әдістері және де есте сақтау мен ойлауды талдаудың практикалдық тәсілдеріне тоқталамыз. Ал енді бүгінгі тақырыптың жалпы мақсатына назар аударатын болсақ, бұл жерде мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестері, яғни бұл жерде зейін, ойлау, есте сақтау қабілеттері, осы танымдық процестерді зерттеуге арналған практикалық әдістермен меңгерту және де алынған нәтижелерді практикалық тұрғыдан талдау дағдыларын қалыптастыру. Келесі слайдта қарастырғандай, мектеп жасына дейінгі баланың зейіні мен қабылдауын, жалпы бұл жерде еріксіз зейін басым болады. Бұл жерде баланың назары еріксіз, яғни қоршаған ортадағы жақын жаңа құбылыстарды, ерекше заттарды барлығын танып білуге баланың қызығушылығы арта бастайды. Бұл жерде бала зейіні өздігінен емес, бұл қызықты және де әрбір заттың автоматты түрде назар аударуына алып келеді. Бұл ашық түстер, дыбыстар, тұрақсыздық. Бұл жерде тұрақсыздық зейін ұзақ уақыт бір нәрсеге шоғырлана алмайды. Орташа есеппен 5-10 минут қана ұстай алуы мүмкін. Және де психологиялық ерекшеліктерге де байланысты. Баланың жас ерекшелігіне де өте маңызды деп білеміз. Ал енді зейіннің көлемі мен оның шектеулілігі жалпы бұл жерде мектеп жасындағы балалар үшін бір уақытта тек 1-2 затқа ғана толық қабылдай алуы мүмкін бала өзінің жасына қарай. Зейін көлемінің жалпы шектелуі бұл баланың күрделі тапсырмаларды орындау барысында қиындықтар туғызуы мүмкін. Бір уақытта бала бірнеше тапсырманы тыңдау немесе есте сақтау, орындау әрекеттерін орындауда қиналуы мүмкін. Ал енді тұтастыққа келетін болсақ, бұл жерде жалпы бастапқыда бала заттың тек бір белгісіне мысал алатын болсақ, бұл түсіне немесе жаңағы көлеміне деген сияқты заттың тұтас кешен ретінде ғана қабылдауы мүмкін. Ал бастапқы тек бір түсі ғана қабылданса, кейін бұл композициялық тұрғыда пішіні, түсіні, пропорт, яғни оның көлеміне байланысты жалпы тұтастық қабылдана бастайды. Бүтіндік сипат дегеніміз не? Бұл жерде алғашында бала ол бір заттың немесе бір ғана белгісіне, мысалға бір заттың түсіне назар аударуы мүмкін. Немесе кейінірек бала сол заттың барлық белгілеріне назар аударуы мүмкін. Бұл жерде бүтіндік деп айтамыз. Түс немесе пішін, көлем, функция бірігей бағалай бастайды бұл жерде. Бұл процесс заттың бір тұтас құрылымы ретінде қабылдауға алып келуі мүмкін. Ал кеңістікті бақылауда біз қалай жасайды? Бұл жерде бала қалай кеңістікті бақылайды? Бала заттардың орналасуына қарай, оның жалпы артықшылықтығы, өлшемі, бағыттары, пішіндері түсіне бастайды. Жалпы бұл уақытта түсіне бастайды. Бала кеңістікте заттардың орналасуы мен арақашықтықты жалпы бағыты мен өлшемін, тұтастығын қабылдауы мүмкін. Ал енді кеңістікте бала өзінің алдында тұрғанын және де оң жағында, сол жағында, арқа тұсында не зат бар екенін осы кеңістікті өз дене мүшелері арқылы бақылауға тәрбиешілер және педагогтар үйретеді. Ал енді біздегі келесі слайдты қарайтын болсақ, бұл жерде мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні мен қабылдауын зерттеудің негізгі практикалық әдістеріне, қандай практикалық әдістерді біз көп жағдайда қолданамыз. Бұл жерде ойын арқылы зерттеу әдісі бар. Бұл жерде баланың ойын кезінде табиғи әрекет жасап отыруы, оның психологиялық процестерді қабылдауы, яки болмаса баланың қызығушылығын арттырады. Бұл креативтілікті, қиялын көрсете бастайды, қиялдануына да жағдай жасайды. Және де зерттеуші балаға көп жағдайда қысым жасамай, ашық түрде, ақпараттық және де табиғи түрде жинақталуы қажет деп санаймыз. Ал енді тест талдау әдістері бұл жерде стандартталған тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады. Баланың белгілі бір қасиеттерін өлшеу арқылы нәтижелерді салыстыруға мүмкіндік береді. Зейінді тексеруге арналған суреттер, яки болмаса бір тапсырмалар беруі мүмкін. Ал есте сақтау қабілетін анықтау үшін бұл жерде заттарды көрсету және кейін оны қайталауға тапсырма беру арқылы жүзеге асыруға болады. Ал енді бақылау әдісіне келетін болсақ, бұл жерде баланың іс-әрекеті көп жағдайда зерттеуші
көзбен қадағалайды. Табиғи ортада баланың мінез құлқы, жалпы мінез құлқы байқалатын болса, балаға қосымша тапсырма беру арқылы бұл ойын кезінде назар аударуға болады. Көп жағдайда балалардың топ ішінде немесе өзара жеке іс-әрекеттерді орындау барысында бақылау әдісін жүргізуге өте оңтайлы уақыт деп білеміз. Арнайы тапсырмалар әдістері. Бұл жерде арнайы тапсырмалар жалпы балалардың психологиялық қасиеттерін анықтауға қажет болады. Бұл жерде баланың қандай психологиялық арнайы стандартталған тапсырмалар болып келеді. Бұл нақты бір қабілетті анықтайды. Не ойлауды, не зейінді, яки болмаса есте сақтауын. Бұл жерде баланың күнделікті бала жасына, жас ерекшелігіне, қабылдауына байланысты тапсырмаларды орындатуы, заттарды рет түрде қоюға, логикалық ойлауына, уақыт пен кеңістікті қабылдауында, пішіндерді, түсініктерді, өлшемдерді салыстыру барысында және не яки болмаса оны сәйкестендіру барысында жасауға осы арнайы тапсырмалар әдісі арқылы баланың психологиялық қасиеттерін анықтауға мүмкіндік береді. Келесі слайдта жалпы есте сақтау мен ойлауды, жалпы талдаудың практикалық тәсілдеріне, бұл жерде ойлауды талдаудың практикалық тәсілі ретінде баланың ойлау қабілеті, логикалық байланыстары, оларды салыстыруы, қорытынды жасау барысында осы тапсырмаларды жалпы баланың проблема шешу жолын бақылауға мүмкіндік береді. Қысқа тапсырмалар арқылы ойлау процесін қадағалауға болады көп жағдайда білім алушыларға. Ал енді көрнекті есте сақтау тәсілін біз қалай жүргіземіз? Бұл жерде баланың ақпаратты визуалды қабылдауы, немесе оны есте сақтау қабілетін зерттеу, суреттер, фигуралар, ойыншықтар, тапсырмалар, материалдар есте сақтауға жеңіл болатын тапсырмалар беру арқылы баланың есте сақтау көлемі мен оның сапасын бақылауға мүмкіндік береді. Ал енді бірнеше сурет немесе бірнеше тапсырманы, затты көрсету арқылы бұл жерде жалпы балаларға атауын сұрау арқылы көрнекті есте сақтау тәсілі арқылы визуалды бала есте сақтауға мүмкіндік береді. Ал енді жаңа көп жағдайда бұл жерде жаңа ойыншықтар яки болмаса бір белгілі бір фигураларды көп уақыт көргеннен кейін бала оны қайталауға, есінде сақтауға өте қолайлы болады. Ал енді арнайы тапсырмалар тәсілінде біз жаңағы жалпы мысал ретінде айтып кете салайық. Бұл жерде заттардың пішіндері, көлемдері, логикалық тапсырмалары арқылы қайсысы жоқ немесе дұрыс, қайсысы сәйкес келеді деген тапсырмалар арқылы баланың ойлау және есте сақтау қабілетін жалпы арнайы тапсырма тәсілі арқылы орындатуға болады. Ал енді келесі біздегі тапсырма бұл жерде сұхбат тәсілі. Бұл жерде көп жағдайда баламен бірге тікелей сөйлесу арқылы яки тікелей сөйлесу барысында оның ойын, ойлауын, есте сақтап қалған әңгімелерін, сөздік қорын анықтауға мүмкіндік береді. Келесі слайдты қарайтын болсақ, балалардың зейіні мен қабылдауын зерттеудегі ғалымдардың практикалық үлесі. Бұл жерде Мария Монтессориді алатын болсақ, дәрігер педагог ретінде қарастырған ғалымымыз, бұл жерде балалардың Монтессори әдісі. Бұл әдіс баланың өз-өзіне қызмет етуі, баланың жеке тұлға болып қалыптасуына жағдай жасалған. Бұл жерде баланың әрбір тапсырмаларды орындауы, өзінің жаңағы қажетіне түймелерді қадауы, сырманы сыруы, бауды байлауы және де мата арқылы саусақ ұш жаңағы сезімдерін оятуға. Бұл жерде Монтессоридің тағы бір ерекшелігі матаның қалың, жұқа және де айырмашылықтарын бала ажырату арқылы сезім мүшелерімен жұмыс жасауына өте көп жаңа септігін тигізеді. Және де Монтессоридің тағы бір әдіс тәсілінің түріне ретінде мынау ыдыстардағы түрлі жеміс жидектерді салу және де түрлі дәмдерді салу арқылы балаларға сол ыдыстағы қандай жемістің иісі екенін, көкөністің иісі яки болмаса жемістердің, жидектердің иісін ажыратуға сондай бір тәсілдері бар. Және де дәм сезуге мүмкіндік береді. Бұл жерде баланың дәм сезу мүшелерінің дамуына әр түрлі ыдыста яки болмаса соны дәмді тату арқылы бала ненің дәмі екенін ойлану процестері арқылы және де есте сақтауы. Бұның барлығы баланың сезімдік мүшелерін оятуға мүмкіндік береді. Және де Монтессоридің тағы да бір ерекше әдістерінің түрі блоктармен, фигуралармен жұмыс жасауға практикалық түрде танымды қабілеттерді дамытуға және де танымды қабілеттерді жақсартуға арналған бірнеше тапсырмалары ойын түрінде жасалынған бірнеше жаңағы әдістерін қолдану барысында
Ал енді келесі біздің ғалымыз Жан Пиаже бойынша жалпы бұл жерде психолог, балалар психологы ретінде классик көп жағдайда бұл балалардың 2 жас және 5 жас аралығында балалардың ойлауы ол нақты көрнекті заттарды ғана, олардың абстрактілі ойлауы толық дамымайды. Дегенмен бұл жерде балалар сурет, фигуралар немесе тәжірибелік әрекеттер арқылы өздеріне ұғымдарын қалыптастыра бастайтындығын айтады. Бұл жерде нақты бір зейін, бір ойын арқылы шоғырландыруға болады деген сияқты өзінің тұжырымын еңбектерінде келтірген. Ал Выготскийдің бұл жердегі біз жақын даму аймағын алсақ болады. Теориялық бала өз бетінше істей алуына, жалпы жетекшінің тапсырма беруі немесе жетекшіліктің бақылауы арқылы тиімді дамытудың әдісін ұсынған. Ал енді біздегі келесі слайдқа тоқталатын болсақ, бұл жерде зерттеу нәтижелерін талдау және педагогикалық қорытынды жасау. Бұл жердегі баланың өздігінен әрекет ету және де деректерді жинау, ал тапсырмаларды әртүрлі тәсілмен орындау, немесе деректерді жүйелі түрде орындауға жағдай жасау. Бүгінгі біздің 10-шы практикалық дәрісіміздің аяқтайтын болса, мектеп жасына дейінгі балалардың жалпы зейіндерін, олардың ойлау қабілеттерін, есте сақтауларын және де танымдық дағдыларын дамыту барысында көп жағдайда осы психологиялық даму ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік беру және де практикалық әдістер арқылы алынған нәтижелерді талдау, педагогқа жалпы тәрбиешіге баланың қабілетін анықтап, оның болашақта дамуына тиімді ұйымдастыруға, іс-әрекетті жоспарлауға мүмкіндік береді. Бұл жерде баланың өздігінен әрекет ету қабілеті мен шығармашылық ойлауы және оның қабылдау дағдыларын қалыптастыруға өте үлкен мүмкіндіктер береді. Және нәтижесінде не болады? Нәтижесінде бала тек білім ғана алып қана қоймай, сонымен бірге бала өзіндік және де ерік жігерімен өз тапсырманы уақытында, дер кезінде өзіне деген сенімділігі қалыптасады деген сенім білдіреді. Бүгінгі 10-шы жалпы дәрістің практикалық тапсырмалары және де бақылау сұрақтары берілген. Төменде зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.